Мен балалардағы улану туралы талқылайын деп отырмын. Балалардағы улану ата-аналардың жедел жәрдемге баруының жиі себептерінің бірі болып табылады. Балалар қабылдайтын және зиянды болуы мүмкін заттарға, мысалы, кез келген жуғыш заттар, қышқыл негізіндегі тазалағыштар және ересектер қолданатын дәрі-дәрмектер жатады. Жедел жәрдемде берілетін жалпы емдеу шаралары, бастапқы өмірлік көрсеткіштерді бағалау және дезактивация шараларын қамтиды. Науқастың киімдерін және бетін жуу, егер олар 1 сағат ішінде келсе, райл түтігін пайдаланып асқазанды дезактивациялау, содан кейін қан қысымын қолдау, оттегі деңгейін қолдау сияқты қолдау терапиясы беріледі. Кейде егер қарсы у бар болса, біз қарсы у бере аламыз. Балалардағы улану күдігімен өмірге қауіп төндіретін мәселелерге құрысу, тыныс алу қиындықтары және мінез құлықтың өзгеруі жатады.